Сәлем достар! Бүгінгі видеомыздың аты қысқы каникулдан не істеуге болады деген видео. Енді бүгінгі видеода біз қысқы каникулдан не істеуге болатынын сіздерге көрсетеміз. Ал ендеше видеомызды бастайық. Ең алдымен өзімізге қолайлы жер таңдап аламыз. Кеттік. Және де өзімізге ұнайтын одеял алып аламыз. Сосын оны жаямыз. Міне оны осылай жайып аламыз. Содан кейін жастық керек. Бұл жастықты осы жерге орналастырамыз. Келесі керекті ноутбук. Және де ноутбуктан әртүрлі қыз туралы фильмдерді қарауға болады. Бізге осындай әдіс керек болады. Және лимонный чай. Бұл лимонный, яғни ұнтақ осындай. Сосын 2 конфет керек болады. Және қасық. Біз ыдысқа су құямыз. Және ыдысқа лимон ұнтағын саламыз. Араластырамыз. Жаңағы конфеттердің қабығын ашып, оларды бөліп осы ыдысқа саламыз. Мінекей сусынның иісі өте керемет. Мен оны фильм қарап отырып ішемін. Ол өте дәмді. Келесі тырнағымызды әртүрлі түстерге бояу керек, яғни жаңа жылда тырнақтарымыз әдемі болып тұру үшін, сондықтан да мен қазір тырнағымды бояймын. Міне қараңыздаршы, өте әдемі болып шықты, және де қыста тырнақтарымыз әдемі болып жүреді. Достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Сіздерге біздің идеяларымыз ұнады деген ойдамыз. Ұнаса лайк басыңыздар. Достар, айтпақшы, келесі видеода біздер деген сұрақ-жауап рубрикасын түсіргіміз келіп отыр, яғни Ask and. Сондықтан осы видеоның астына өздеріңіздің сұрақтарыңызды қалдырыңыздар. Тек қана қызықты сұрақтарды қалдырыңыздар. Ендеше сау болыңыздар.